Қазақстан өмірінде үлкен елеулі оқиға. Ата-бабамыз сан мыңдаған жылдар бойы арман еткен тәуелсіздіктің 25 жылдығы. Мынау мерзімінен бұрын өтейін деп отырған мәжіліс сайлауы дәл осы бір оқиғаның алдында келіп отыр. Ал жалпы ұлттық социал-демократиялық партия қазіргі барлық партияның ішінде негізінде шындықты, халықтың мұңын жоғын жоқтайтын партия. Бірнеше рет әртүрлі биліктің тарапынан құйтырқы саясаттың несінде қатыса алмаған да жағдай болды, қатыстырмаған да жағдай болды. Бірақ менің осы партияның мүшесі ретінде және азамат ретінде, қазақ ұлтының президенті ретінде мынандай ұлт тағдыры қыл үстінде тұрған кезде және Жармахан Тұяқбайдың мынау қазіргі өзінің осы сайлауға түсетін ұстанымы ұлттық мәселені ту қылып көтеріп отыруы қазақ азаматтарын бейжай қалдырмау керек. Қазақ ұлтының зиялыларын, қазақ ұлтының ұлтыма деген жүрегі ауыратын кез келген азамат жалпы ұлттық социал-демократиялық партияның осы ұстанымын қолдау керек. Өйткені бұл жолы партия сайлауға түспесе, билік оны жауып тастайды. Бұл билік тарапынан қандай да құйтырқы, небір сұмдық саясаттар жүруі мүмкін, бірақ соған қарамай жалпы ұлттық социал-демократиялық партия осы сайлауда өзін көрсетеді деп сенемін.